Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі екінші бөлім. Бұл бөлімде біз киім, сән және талғам туралы өтетін боламыз. Алдыңғы бөлімде еске түсірейікші. Алдыңғы бөлімде біз мәдениет, яғни тіл және қарым-қатынас туралы өткен болатынбыз. Ендеше бүгінгі жаңа бөліміміздің жаңа сабағы киім деп аталады. Сабағымыздың мақсаты оқылым стратегияларын қолдану, оның ішінде жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу және нақты ақпаратты табу үшін оқуды үйренетін боламыз. Балалар, жаңа тақырыпта берілген арнайы ой-түрткі сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап берейік. Сұрақтар: сен ұлттық киімді қалайсың ба, әлде еуропалық киім үлгісіне қызығасың ба? Сен киімді қалай таңдайсың? Бағасына қарап па, әлде сәнділігіне көңіл бөлесің бе? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап бересіңдер. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мәтінімен таныс болайық. Ол үшін мәтінді бірге мәнерлеп оқиық. Бас киім. Бас киімдер ұлттық киімдердің мәнерлі де ерекше бөлігі болып саналады. Қазақта бас киімді ерлер де, әйелдер де киеді. Ерлер мен әйелдердің бас киімдері әртүрлілігімен ерекшеленеді. Ерлердің бас киімдері саны жағынан онша көп емес. Қалпақ, бөрік, тымақ, құлақшын, жалбағай, кепеш, тақия. Әйелдердің бас киімдері бөрік, жаулық, желек, кимешек, күндік, орамал, қарқара, сәукеле, тақия, шәлі, қасаба, бүркеніш, шылауыш, тағы да басқалары. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты бір-бірінен ерекшеленеді. Жазды күні қыздар түрлі түсті жібек, барқыт, мақпалдан тігілген төбесі жайпақ, дөңгелек тақия кисе, қыс маусымында кәмшат бөрік киген. Бұл мәтін қазақ халқының ұлттық киімдері кітабынан алынған. Ендеше балалар, сендерге қазақ халқының ұлттық киімдерімен таныстыру үшін арнайы видео ақпарат алып келдім. Видеоны барлығымыз бірге зейін қоя отырып. Миньоны и Растишка представляют крутые стикеры «Песок с миньонами». Жарнаманы өткізіп жіберейік. Видео ақпаратта біздерде ерлер киімі мен әйелдер киімінің түрлерін көрсетті.
ер жігіттердің жейдесі болады екен. Олардың жейдесі мойын жақтары әртүрлі ою-өрнектермен өрнектеледі. Қыздарда көйлек, яғни бүрмелі көйлек, қос етек көйлек болатынын айтып өтті. Және де қыздардың, жігіттердің бас киімдерінің айырмашылықтары, ер балаларда айырқалпақ болса, қыздарда сәукеле болады екен. Сәукеле қыз ұзатылғанда, тұрмысқа шыққанда киетін сәнді бас киім болып табылады. Одан кейінгі негізгі киім қазақтарда балалар шапан деп аталады екен. Мына суретте көріп отсаңдар, ер адамдар үстеріне ою өрнектелген, әдемі келген шапан киген екен. Балалар, шапан деген ол өте киелі, сәнді киім болып табылады. Яғни қазіргі кездерде құдалық, той-томалақ кездерінде өздерінде көріп жатасыңдар, үлкен қария кісілерге шапан жауып жатады. Шапан жабу үлкен құрмет пен ізеттіліктің белгісі болып табылады. Ендеше балалар, сабағымызды талдау үшін 9-шы тапсырманы бірге орындайық. Ол үшін диалогтағы керекті сөздерді толтырамыз. Киім неден тігіледі? Ендеше мәтінді есімізге түсірейік. Киімді қандай маталардан тігетін едік? Кейінгі сұрақ. Киім адамды неден қорғайды? Бас киімнің неше түрі бар еді? Әйелдердің бас киімдері қалай ерекшеленеді? Ал келесі тапсырманы үй жұмысы ретінде аламыз. Бұл жерде сендерге, яғни нүктеге дейін сендерге 3 сөйлем берілген, жасырын түрінде 3 сөйлем берілген. Яғни сөздердің жалғауынсыз, жай ғана сөздерді шашып берген. Сендер осы нүктеге дейінгі сөздердің барлығын жинап, бір сөйлем құрастыруларың керек. Мысалы, тақия, бас киім, сырып, кестелеп, сәтен, шұға, барқыт маталардан тігілген. Қалай ойлайсыңдар? Бұл жерде қандай сөйлем жасырынып тұр? Ендеше осы тапсырманы үй жұмысы ретінде аласыңдар. Балалар, сабағымызға кері байланыс жасау үшін WhatsApp желісіне шығыңдар.